Қайырлы күн, білім алушылар. Мен Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Дүйсенбаева Әсем Аманжанқызы. Бүгін бізде электрорадио өлшеу пәні бойынша бірінші сабағымыз басталғалы отыр. Электрорадио өлшеу пәні бұл негізгі өлшеу түрлері, негізгі өлшеу аспаптары және өлшеу аспаптарының негізгі классификацияларына, өлшеу қателіктеріне толық түсініктеме беретін пән. Яғни радиоэлектроника және байланыс мамандығында біз өлшеумен тығыз байланысты жұмыс жасайтын боламыз. Енді бүгін бізде кіріспе сабақта радиоэлектроника және байланыс мамандығындағы өлшеу деген ұғымның маңызы, жалпы өлшеу дегеніміз не, өлшеудің жалпы қай кезеңде пайда болғаны тарихқа шолу жасайтын боламыз. Ресика тобының студенттері бүгін бізде электрорадио өлшеу пәні бойынша бірінші дәріс. Кіріспе. Дәрісіміздің жоспары пәннің оқыту мақсаты мен міндеттеріне тоқталу және өлшеу тарихына қысқаша шолу жасау. Бұл пәннің оқыту мақсаты студенттерге өлшеу әдістері мен құралдарын таңдап алу, әртүрлі электр шамаларды өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалауға байланысты өндірістік және ғылыми есептерді шешу үшін қажет білімдер мен дағдылық негіздерін беру болып табылады. Өлшеу тарихына қысқаша шолу жасайтын болсақ, ең алғашқы қадам бұл 1923 жылы Семей қаласында омбы тексеру палатасының бөлімі ашылуы. Ал 1971 жылы мемстандарттың Қазақ Республикалық басқармасы құрылды. Тәуелсіздік алған жылдары 1993 жылдың 18 қаңтарында Қазақстан Республикасының өлшеулер бірлігі туралы заңы қабылданып, 94 жылы біздің ел метрология халықаралық ұжымына және ISO ұйымына уәкілеттік мүшесі болды. Яғни ISO дегеніміз бұл халықаралық стандарттау ұйымы болатын. Енді метрология ұғымына анықтама беретін болсақ, метрология бұл екі сөзден құралған, өздеріңіз көріп тұрғандай, метр өлшеу және логия деген ғылым, сонда өлшеу туралы ғылым деп аталады. Метрология бұл өлшеу бірлігін қамтамасыз ететін әдістер мен құралдар және керекті дәлдікке жету тәсілдері туралы ғылым болып табылады. Қысқаша сөзбен айтқанда, метрология өлшеу туралы ғылым. Негізінен метрологияны үш үлкен тарауға бөлеміз. Бұлар теориялық, заңды және қолданбалы. Әрқайсына анықтама беріп кететін болсақ, теориялық метрология бұл метрологияның іргелі негіздерін зерттеп, дайындаумен айналысады. Ал заңды метрология қолдануға жіберілген мемлекеттік талаптарды бекітеді. Қолданбалы метрология теориялық метрологиясы зерттеп дайындағандарды тәжірибеде қолданумен айналысады екен. Енді метрология объектілеріне біз нені жатқызамыз? Бұлар шама бірлігі, эталондар, өлшеу құралдары және өлшеудің әдістерін жатқызамыз. Метрологияның дәстүрлі объектілеріне физикалық шамалар жатады. Енді өлшеу дегеніміз не? Жалпы осыған анықтама бере кетейік. Өлшеу дегеніміз арнайы техникалық құралдардың көмегімен тәжірибе жолында іздеп жатқан шаманың мәнін табу болып табылады. Мысал келтірейік, электр тоғының параметрлерін өлшеу құралдарымен анықтау бізде өлшеу деп аталады. Яғни электротехникадан білеміз, электр тоғының параметрлеріне не жатады? Бұл кернеу, кедергі, тоқ күші, осындай шамаларды өлшеу құралдарының көмегімен анықтау бізде өлшеу деп аталады екен. Енді өлшеу принципі дегеніміз не? Өлшеу принципі бұл өлшеуге негізделген физикалық принциптердің жиынтығы. Мысалы, электрлік кернеуді өлшеу үшін біз Джозефсон эффектісін пайдаланамыз. Яғни бір шаманы табу үшін біз белгілі бір эффектіге, белгілі бір заңдылықтарға сүйеніп табу бізде өлшеу принципі деп аталады екен. Енді өлшеу әдістері бізде екіге бөлінеді: нөлдік және орын басу әдістері. Өлшеу әдісі дегеніміз не?
яғни өлшеу құралдары мен өлшеу принциптерін қолдану амалдарының жиынтығы болып табылады. Мөлшерленген метрологиялық қасиеттері бар қолданбалы техникалық құралдарды өлшеу құралдары деп атаймыз. Яғни өлшеу құралы дегеніміз не болды? Өзінің мөлшерленген номинал мәні болады, және сол құралдарды біз өлшеу құралдары деп атаймыз. Өлшеу құралдары әртүрлі болады, аналогтық және цифрлық өлшеу құралдары болады. Яғни өлшенген ақпаратты сандық жүйеде беретін өлшеу құралдары бізде цифрлық құралдар болады да, ал шкала арқылы өзіміз көріп анықтайтын өлшеу құралдары бұлар аналогтық өлшеу құралдары болады. Яғни шкалалардың барлығының бірліктерін біз келесі сабақтарда қарастыратын боламыз. Енді өлшеу әдістеріне тоқталатын болсақ, нөлдік әдіс пен орын басу әдістері. Нөлдік әдіс дегеніміз қандай әдіс? Нөлдік әдіс дифференциалды әдістің бір түрлі болып саналады. Оның айырмашылығы екі шаманы салыстырудың нәтижелі әсері нөлге дейін келтіріледі. Бұл дәлділігі жоғары арнайы өлшеу аспабы индикатордан бақыланады. Ал орын басу әдісі аспаппен белгісіз шама мен өлшемнің өлшенетін шамамен бір текті шығыс сигналын кезектеп өлшеуден тұрады екен. Яғни бізде нөлдік әдіс бірден индикатордан біз шамасын анықтайтын болсақ, ал орын басу әдісінде біз кезекпен өлшеп, әрқайсысын жеке жазып өлшеу әдісін атаймыз. Жалпы бүгінге балалар білу негізгі түсініктерді бердім сіздерге. Енді өлшеу дегеніміз не? Метрология ғылымының шығу тарихы, Қазақстанда өлшеудің дамуы жайында сіздер қосымша мен берген әдебиет көздерінен оқып таныса аласыздар. Келесі сабақта біз өлшеудің негізгі түрлері, жанама және тура өлшеумен танысатын боламыз. Келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.